сәлеметсіздер ме балалар? Суретке назар аудар. Суретте қандай жануарларды көріп тұрсың? Бұл үй жануарлары, әлде жабайы жануарлар? Дұрыс айтасың, бұл барлығы үй жануарлары. Это все домашние животные. 10 наурыз сабағымыздың тақырыбы ақ лағым бар. У меня есть белый козленок. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сюжет желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру. Жаңа сөздерді тыңда, оқы, қайтала және сөздік дәптеріне көшіріп жаз. Дайын болсаң, бірге оқиық. Қошақан, ягненок, құлыншақ, жеребенок, лақ, козленок, сүйкімді, милый, секіреді, прыгает, қора, загон, шарбақ, забор. Тағы бір рет қайталап көрейік. Қошақан, құлыншақ, лақ, сүйкімді, секіреді, қора, шарбақ. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сұрақтарға ауызша жауап беруге болады. Менің апам мен атам ауылда тұрады. Ауылда менің қошақаным, құлыным бар. Құлыншағымның аты Тайбурыл. Менің қошақаным, құлыншағым сүйкімді. Сұрақтарға аудиофайл арқылы жауап беруге болады. Мәтін не туралы? За что был текст? Екінші сұрақ. Құлыншақтың аты? Қошақан мен құлыншақ қандай? Ауылда кім тұрады? Бұл сұрақтарға ауызша жауап береміз. Отвечаем на эти вопросы устно. Тәуелдік жалғауды еске түсірейік. Құлыншақ деген сөзді тәуелдейміз. О, А барлық дауысты дыбыстар жуан. Сондықтан жалғанда шағым, сенің құлыншағың, сіздің құлыншағыңыз. Түйіне отырып, лақ деген сөзді тәуелде. Опираясь на этот пример, расклоняйте слово лақ. Козленок, мой козленок. Бұл тапсырма жазбаша орындалады. Это задание выполняется письменно. Назар аудар. Әліпбек және оның ағы бейнеленген. Мәтінді бірге оқып, тыңдап көрейік. Атам ауылда тұрады. Мой дедушка живет в деревне. Мынау қора. Это загон. Қорада кішкентай лақ бар. В загоне есть маленький козленок. Лақ ақ, козленок белый. Лақ сүйкімді, козленок милый. Мен лақпен ойнаймын. Я играю с козленком. Менің лағым әдемі. Мой козленок красивый. Лағым ойынды жақсы көреді. Мой козленок любит игры. Мәтін бойынша қазір тапсырма жасап көрейік.
мәтінді тағы бір рет мұқият оқып шық. Прочитай внимательно еще раз текст. Задание по тексту. Бұл жазбаша орындалады. Сені толтыру керек. Нужно заполнить таблицу, ответив на эти вопросы. Лақ қандай? Какой козленок? Лақпен не істейді? Что Алибек делал с козленком? Вариантымызды жазамыз. Бұл тапсырма ауызша орындалады. Это задание делается устно. Сендіру керек. Нужно сопоставить картинки. Правильно. Козленок – маленькое животное. Выберите из вариантов, где козленок маленький. Да. Ойнайды. Козленок прыгает и играет. На какой картинке? На что он играет? Прыгает. Сюда. Лақтар болады. Бывает белые или черные козлята. Шешесіне келейді. Любит играться со своими мамами. Бекітуге арналған тапсырма. Задание на закрепление. Бұл 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті әріптерді қойып жазу керек. Это задание делается письменно. Байланыс. Обратная связь. Если ты понял все сегодняшние задания, ты отправляешь рисунок солнышки или можно написать «Түсіндім». Я все понял. Если у тебя остались вопросы, ты отправляешь «Жартылай түсіндім». Но только наполовину. Женя, үшінші суретті таңдасаң, түсінбедім. Сегодняшний урок ты не понял. Нужно еще объяснить. Выберите из 3 рисунков одно. Можно написать словами, можно выбрать цифру картинки. Тапсырма. 64-ші бетте 2-ші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтыру керек. Нужно дополнить предложение. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.